Назарларыңызға осындай жасалу жолы оңай құлпынайдан жасалатын, болмаса басқа да жеміс-жидектен жасауға болатын балмұздақты ұсынамын. Алдымен ыдысымызға қатырылған болсын, басқа да жемісіміз болса да бола береді. Ыдысымызға салып, блендермен өткізіп аламыз. Мен мұнда құлпынайды пайдаландым. Үстінен сгущенка сүтін құямыз. Блендермен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осымен дайын болды балмұздағымыз. Формочкамызге осылай таяқшаларын орнатып, дайын болған сұйықтығымызды формаға құйып шығамыз. Осымен балмұздағымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. 4-5 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Осымен балмұздағымыз дайын болды. Осымен дайын болған қатырылған балмұздағымызды формамыздан шығарып ұсынсаңыз болады. Рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз. Сіз де дайындап көріңіз. Сізге де ұнайтын болады.